Қорғаныс ведомствосының басшысы генерал-полковник Руслан Жақсылықов жеке құрамды отан қорғаушы күнімен құттықтап, мемлекеттік және ведомстволық наградалар табыс етті. Армияның жауынгерлік дайындығын арттыруға және елдің қорғаныс қабілетін қамтамасыз етуге қосқан елеулі үлесі үшін президент жарлығымен 29 адам марапатталды. Оның ішінде 10 адамға орден, 17 адамға жауынгерлік ерлігі үшін, 2 адамға ерен еңбегі үшін медальдары берілді. Президенттің жоғары әскери және арнаулы атақтар, сыныптық шендер беру туралы жарлығымен бірқатар офицерлер генерал-майор және генерал-лейтенант әскери атағына ие болды. Қорғаныс министрінің бұйрығымен 39 әскери қызметші ведомстволық ел қорғаны медалімен марапатталды. Су тасқынына қарсы іс-шаралар кезінде ерекшеленген мерзімді қызметтің 31 сарбазы Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің үздігі төсбелгісін алды. Үлгілі қызметі мен қызметтік міндеттерін адал атқарғаны үшін қорғаныс ведомствосы басшысының бұйрығымен 60 отан қорғаушыға мерзімінен бұрын әскери атақ берілді. Талдықорған авиабазасына аты аңызға айналған даңқты ұшқыш Кеңес одағының 2 мәрте батыры авиация генерал-майоры Сергей Луганскийдің есімі берілді. Әскери бөлім аумағында Сергей Луганскийдің бюсті салтанатты жағдайда ашылды. Оған қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов, облыс әкімі Бейбіт Исабаев, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы авиация генерал-майоры Тоқтар Аубәкіров, халық қаһарманы авиация генерал-майоры Айдын Айымбетов, Қазақстан Республикасы парламентінің депутаттары, әуе қорғанысы күштерінің басшылығы, әскери бөлім жеке құрамы және қарулы күштердің ардагерлері қатысты. Меймандар батырдың бюстіне гүл шоқтарын қойып, 1 минут үнсіздікпен еске алды. Іс-шара әскери қызметшілердің салтанатты шеруімен аяқталды. Қорғаныс министрі Жетісу облысындағы салтанатты іс-шараларға қатысты. Талдықорғанда қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов пен облыс әкімі Бейбіт Исабаев даңқ мемориалына гүл шоқтарын қойды. Сондай-ақ министр Ұлы Отан соғысының ардагерлері Төлеубай Шектібаев, Сәрсенбай Қаңтарбай және Исқақ Құсайыновтың үйінде болды. Министр майдангерлерді жеңіс күнімен құттықтап, жас ұрпақты әскери патриоттық тәрбиелеуге қосқан үлесі үшін алғыс айтты. Жеңіс күні елордалық Жүйрік саябағында қорғаныс министрлігінің әскери қызметшілері мен қарулы күштердің ардагерлері генерал Иван Панфиловтың ескерткішіне және 28 панфиловшы батырлардың мемориалына гүл шоқтарын қойды. Еске алу рәсіміне Қазақстан қорғаныс министрінің орынбасарлары, қарулы күштердің және ауған соғысының ардагерлері, жас сарбаз республикалық әскери патриоттық қозғалысының тәрбиеленушілері қатысты. Жиналғандар қазақстандық жауынгерлерді 1 минут үнсіздікпен еске алды. Бүгінгі таңда Қазақстанда Ұлы Отан соғысының 147 ардагері тұрады. Бұл күндері оларға әскери қызметшілер құрмет көрсетіп, музыкалық оркестр ұжымдары соғыс жылдарындағы әуендерді орындап, концерттер өткізді. Майдангерлердің басты тілегі әрдайым ашық аспан, бейбіт күн болып қала береді. Астанада отан қорғаушы күні мен жеңістің 79 жылдығы қарсаңында нөмірі 44-ші орта мектепке халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевтың есімі берілді. Салтанатты шараға қорғаныс министрлігі тәрбие және идеологиялық жұмыстар департаментінің бастығы әділет полковнигі Тілеухан Басқожаев, Астана қаласы білім басқармасының өкілдері, қарулы күштердің, ауған соғысының ардагерлері, мектеп басшылары мен оқушылар, сондай-ақ Рахымжан Қошқарбаевтың туыстары қатысты. Елордалық Шарапат орталығында соғыс ардагері Раиса Сафоничеваға құрмет көрсетілді. Ұлы Отан соғысы жылдарында байланысшы болған Раиса Егоровна Киевтен Будапештке дейінгі майдан жолдарымен жүріп өтіп, жеңіс күнін Венгрияда қарсы алған. Ардагерді қорғаныс министрлігі тәрбие және идеологиялық жұмыстар департаментінің бастығы әділет полковнигі Тілеухан Басқожаев, қарулы күштердің ардагерлері, республикалық қоғамдық бірлестігі төрағасының орынбасары генерал-майор Марат Нағыманов, жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысының өкілдері құттықтады. Іс-шара соңында әскери қызметшілер ардагерлерге сарбаз ботқасын ұсынды. Қазақстан Республикасы қарулы күштері ұлттық әскери патриоттық орталығының орталық ансамблі мен орталық әскери оркестрі және жас сарбаз балалар шығармашылық студиясы ұйымдастырған мерекелік концерт майдангер үшін керемет сыйлық болды. Елорда тұрғындары мен қонақтарын Қазақстан қарулы күштері ұлттық әскери патриоттық орталығының әскери қызметшілері отан қорғаушы күнімен ерекше құттықтады. Әскери оркестр Астана жағалауында шерумен жүріп өтті. Әскери оркестрдің қозғалысы Кенесары хан ескерткішінен басталды. Музыканттар Есіл өзенінің жағасымен Атырау көпірі арқылы, одан кейін Саябақ аллеясы арқылы жүріп өтті. Шеру Астананың орталық саябағындағы Субұрқақтың жанында аяқталды. Дирижер капитан Нұрлан Кучкаровтың жетекшілігімен оркестрлер салтанатты шерулер, қазақ халық әндерін, сондай-ақ патриоттық әндер мен попурри орындады.
Голланд жоталарындағы Фауар бітімгерлік базасында Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын көтеру салтанатты рәсімі өтті. Отан қорғаушы күні орын алған бұл тарихи оқиға ерекше маңызға ие болды. Салтанатты шараға миссия командирі генерал-лейтенант Курмал Нирмал және миссия құрамындағы бітімгерлік контингенттердің басшылары қатысты. Біріккен ұлттар ұйымы миссиясының мандатына сәйкес Голланд биіктігінде 139 қазақстандық қарсылас тараптар арасында атысты тоқтату режимін сақтау бойынша міндеттерді орындауда. Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш министрі, армия генералы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы әскери колледжде мерейтойлы конференция өтті. Қарулы күштер мемлекеттік әскери тарихи мұражайының көмегімен колледжде батырдың өмірбаянының кезеңдерін бейнелейтін фотокөрме және мұражай экспозициясы ашылды. Келушілердің назарына генералдың формасы, китель мен командирлік сөмке, ұлы отан соғысы шайқастарының картасы, Сағадат Нұрмағамбетов кестеленген кілем қойылды. Десанттық шабуылдау әскерлерінің 61993 әскери бөлімінде 300-ге жуық жас жауынгер әскери ант берді. Ант беруге Астана, Шымкент және Қазақстанның өзге де қалаларынан келген сарбаздардың ата-аналары мен жақындары қатысты. Әскери ант беру іс-шаралары Алматы, Жетісу және Қонаев гарнизондарында орналасқан десанттық шабуылдау әскерлерінің барлық әскери бөлімдерінде бір мезгілде өтті. 2024 жылдың көктемінде шақырылған 1500-ден аса сарбаз отанға адал болуға ант берді. Жас матростар да Ақтау гарнизоны әскери теңіз күштерінің саптық алаңында отанына адал болуға ант берді. Бұл солтүстік Қазақстан, батыс Қазақстан, Павлодар, Қарағанды, Алматы және Жетісу облыстарынан шақырылған 170-тен астам жас матростар. Іс-шараға жергілікті атқарушы органдардың, жұртшылық өкілдері, әскери бөлімдердің командирлері, әскери теңіз күштерінің офицерлері мен старшиналары, ардагерлер, матростардың туыстары мен жақындары қатысты. Қазақ күресінен Азия кубогында армия спортшылары 3 алтын, 1 күміс және 1 қола медаль ұтып алды. Қарағандыда қазақ күресінен ересектер арасындағы сарыарқа батырлары Азия кубогы аяқталды. Жарысқа Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Моңғолия, Тәжікстан және Өзбекстаннан 170 спортшы қатысты. Жарыстың 2 күнінің қорытындысы бойынша Қазақстан жалпы командалық бірінші орынды иеленді. Бұл халықаралық аренада ел атынан лайықты өнер көрсеткен армия спортшыларының еңбегі екенін атап өту керек. 2-ші орында Өзбекстан құрамасы, 3-ші орында Моңғолия.